Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Бүгінгі сабағымыз қылмыстық құқық пәні бойынша. Бүгінгі сабағымыз қылмыстың құрамындағы қылмыстың объектісі, объективтік жағы. Қылмыстың объектісі, объективтік жағы. Осы жаңағыдай екі элементті талдап кету, екі элемент талдап кетуді. Қылмыстың объектісі демек. Қылмыстың объектісі дегеніміз, бұл жерде көрдіңіз бе? Біз өзі қылмыстың құрамында алдында айттық қой, объект объективті жағы, субъект субъективті жағы бар дейді, 4 элементі. Қылмыстың құрамында 4 элемент толық болған кезде қылмыстық жауаптылыққа негіз пайда болады. Демек, адамды біз нақты кінәлі деп айта аламыз, өзінің жасаған қылмыстық әрекетіне орай. Объект дегенде біз бірінші тарапта игілік деген ұғымды білдіреді ол, қылмыстық кодексте. Кейбір адамдар айтуы мүмкін, ол жаңағыдай бір мекеме ме, болмаса жаңағыдай бір орналасқан жер ме, болмаса жаңағыдай бір қандай бір мекен жай ма деп, жоқ, олай емес. Қылмыстық әрекетте арнайы бір қылмыстық әрекетте жаңағыдай арнайы бір игілікке бағытталады қылмыстық әрекет. Сол игіліктерді, сол мүдделерді біз объектілер дейміз. Қарапайым бір мысал келтіретін болсақ, сол әскери қылмыстар дейді. Әскери қылмыстарды айтатын болсақ, әскери қылмыстарда қылмыстың объектісі әрине бұл жерде әскери тәртіп. Өйткені бұл әрекеттен бірінші тарапта не бұзылып тұр? Әскери тәртіп бұзылып тұр. Әскери тәртіп, әскери жарғы бұзылып тұр. Әскери жағындай қызметтің өзі қойылған талабы бұзылып тұр бұл жерде. Демек, осы жерде жағындай игілік те, мүдде де, қылмыстың объектісі де әскери қызмет, әскери тәртіп, әскери мүдде болып тұр. Біз алдыңғы сабағымызда бұзақылықты айтып кеттік қой. Бұзақылық әрекеті жасалатын болса, қылмыстың объектісі алдымен игілігі мен мүддесі не деген сұрақ туындау керек? Қайда бағытталған қылмыста? Бұл жерде қылмыстың объектісі әрине не бұзылып тұр? Қоғамдық тәртіп бұзылып тұр. Сол қоғамдық тәртіп, бұл бұзақылықтан қоғамдық тәртіп бұзылады. Және де жаңағыдай қоғамдық қарым-қатынас, қоғамдық тәртіп, азаматтардың конституциялық, азаматтық меншік құқығы, және де денсаулығы, азаматтардың жеке денсаулығы, азаматтардың өмірі. Өйткені бұзақылық әрекет салдарынан кейбір адамдар қару қолдануы мүмкін, кейбір адамдар жаңағыдай әртүрлі суық қаруларды қолданып, қылмыстың басқа да түрін жасауы мүмкін. Сол сияқты егер жаңағыдай мемлекеттік қызмет және де мемлекеттік басқару тәртібіне қарсы жасалған қылмыстар, парақорлық қылмыстарын алатын болсақ, бұл жерде қылмыстың объектісі мемлекеттік қызмет, әрине. Қайда зиян келіп тұр деп сұрақ қоямыз ғой. Демек, мемлекеттік қызметке, мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызметтің талабы бұл жерде жаңағыдай. Мемлекеттік қызметтің талабы. Егер жаңағыдай денсаулыққа қарсы, адамның өміріне, жеке тұлғаға қарсы қылмыстар жасалатын болса, бұл жерде қылмыстың объектісі әрине бірден бір адамның өмірі. Адамның өмірі, адамның денсаулығы, адамның өзі жаңағыдай құқығы, конституциялық құқығы, азаматтық құқығы. Сол сияқты көрдіңіз бе? Осы жерде енді объектін айта кетуіміз керек бізде. Объекті негізі деймді тағы да бұл жерде қылмыстық әрекетпенен қандай да бір зардап пен зиян келетін болса, ол елеулі маңызды болса ғана қылмыстық әрекет болып сараланады. Енді объективтік жағы. Бұл жерде объективтік жағын айтып кетейік. Біз қылмыстың объективтік жағын талдаған кезде, мынадай сұрақ қоюымыз керек біз. Жалпыда мынадай сұрақ қоямыз. Демек, қылмыстың субъектісінің әрекеті қандай болды? Қандай әрекет жасалды? Қандай қылмыстық әрекет жасалды деп. Жаңағыдай мысалы ұрлық қылмысында бөтеннің мүлкін жасырын жымқыру, бөтеннің мүлкін жасырын ұрлау. Бөтеннің мүлкін қалай ұрлап тұр? Жасырын ұрлап тұр. Бұзақылық әрекетте қоғамдық тәртіпті қалай бұзып тұр? Күш қолданып, ерекше арсыздықпен, ерекше дөрекілікпен, және де адамдардың денсаулығына, адамдардың мүлкіне зиян келтірумен жасап тұр. Қылмыстық әрекет қалай жасалып тұр деген. Демек, әрекет немесе әрекетсіздік. Қылмыстың объективтік жағы әрекет пен әрекетсіздікті білдіреді. Әрекетсіздікті де жаңағыдай, егерден бір жаңағыдай өрт қауіпсіздігі ережесі бұзылып, сақталмай, қоймада бір жаңағыдай өрт шығып, біраз мүлік жанып кететін болса, бұған жауапты адам бар дейік. Оның әрекет, бұның жаңағыдай өрт қауіпсіздік ережесін сақтамады,
өзінің тарапынан салғырттық білдірді. Демек, бұл жерде қоғамдықтың объективті жағы қандай болып тұр? Әрекет емес, әрекетсіздік болып тұр да. Тиісті шараларды қолданбау деген сөз. Сондықтан мінекей көрдіңіз бе, біз қылмыстың объективті жағында әрекет пен әрекетсіздік талдап отырмыз. Енді кейбір студенттер сұрақ қоюы мүмкін. Әлмен сұрайды, бұл өзі әрекет, әрекетсіздік дегенде біз қылмыстың субъектісінің әрекетін, әрекетсіздігін қайдан анықтаймыз, қайдан білеміз деп. Бұнда да біз міндетті түрде қылмыстық кодекстің баптарына ашып отыруымыз керекпіз. Құрметті білім алушылар, біздің сабағымызда, біз барлық сабағымызда қылмыстық кодексіміз қолымызда болу керек. Қылмыстық кодекстің баптарына ашып, баптарына қарап, баптарын талдап отыруымыз керекпіз. Біз осы баптарды, қылмыстық кодекстің баптарын жан-жақты талдап отырған кезде ғана, оқып, қарап отырған кезде ғана біздің сабағымыз түсінікті, жан-жақты, өте жаңағыдай нәтижелі болмақ. Егер біз көрдіңіз бе, мысалы үшін 366 бап пара беру, пара алу, кешіріңіздер, қылмыстық кодексте пара алу қылмысын алатын болса, бұл жерде объектін айтып кеттік, ол жаңа мемлекеттік аппарат, мемлекеттік қызметтің талабы, ал объективті жағында әрекет, пара алу әрекеті қалай жасалып тұр? Қылмыстық кодексті біз енді диспозициясын қарайтын болсақ, ол басқа пара берушінің пайдасы үшін қандай да бір ақшалай, заттай сыйақылар алып тұр, алу әрекеті, пара берушіні беру әрекеті. Ал енді парақорлыққа делдалдың әрекетінде екі пара алу мен пара берушінің арасындағы өзара жағындай келіссөз жүргізіп, екі жағын бірдей жағындай пара алу мен пара беруге келістіру деген сөз. Маған білдіреді. Сол сияқты осы объективті жағында әрекетті біз міндетті түрде қылмыстық кодекстің жаңа баптарынан қарап отырамыз. Қай баптарынан? Ерекше бөлімдегі баптарынан. Мысалы үшін көрдіңіз, тағы да айта кетейік, бұл жерде әскери қылмыстарды алатын болсақ, әскери қылмыстарды да бүйтіп бап тоқыған кезде, мысалы үшін әскери жағындай басшыға бағынбау, қызметте басшыға бағынбау, талабына бағынбау. Бұл жерде әрекет қандай? Бағынбау беке. Қылмыстың енді бұл жерде жағында субъект пен субъективті жағына да тоқтап шолып жасап кетейік, бірақ келесі сабақта субъективті жағына біз мұқият көп тоқтап кетуіміз керек біз. Қылмыстың субъектісі. Бұл қылмыстың субъектісінің өзінде айтатын болсақ, қылмыстың субъектісі әрине бұл жерде жеке азаматтар болады. Я болмаса жағында лауазымды тұлғалар, жеке азаматтар немесе лауазымды тұлғалар. Демек субъект, жалпы субъект, жеке азаматтар, арнаулы субъект, лауазымды тұлғалар мен мемлекеттік қызметшілер. Қандай да бір жағында коммерциялық ұйымның басшылары, қандай да бір жағында мемлекеттік органда қызмет атқарады, бірақ ол жағында жауапты мемлекеттік лауазым иесі емес, сол мемлекеттік мекеменің қызметшілері деген сияқты. Жауапты қандай да бір міндеттер атқаратын қызметшілер. Ауыр қылмыстар бойынша жеке азаматтар, ауыр қылмыстар бойынша қылмыс субъектілерінің жауаптылығы 14 жастан басталады. Ал жаңағыдай орташа ауырлықтағы қылмыстар бойынша 16 жас, орташа ауырлықтағы кішігірім ауырлықтағы қылмыстар бойынша 16 жастан басталады. Қылмыстық кодексте 15-ші бапты біз ашатын болсақ, қылмыстық жауаптылық басталатын жас шамасы деген статья көрсетілген. Неге сол статьяны біз қарап отырып, әрбір жағындай субъектінің қылмыстық жауаптылығы қанша жастан басталатынын ара-жігін ажырата аламыз. Қылмыстың субъективті жағы туралы қысқа ғана айтып кетейін, енді сабағымды мен қорытындылап келе жатырмын. Қылмыстың субъективті жағы, демек, бізде қылмыстық кодексте 20-ші бап бар, ол қасақаналықпен жасалған қылмыс дейді, 21-ші бап бар, абайсыздықпен жасалған қылмыстарды көрсетеді. Қылмыстық әрекет жалпылай тек қана не қасақаналықпен жасалады, немесе абайсыздықпен жасалады. Қасақаналығында ол жанама тікелей қасақаналық болады, болмаса жанама қасақаналықпен жасалады. Абайсыздық қылмыстар абайсызда менмендікпен жасалады, болмаса абайсызда немқұрайлықпен жасалады. Қылмыстық кодексте 20-ші бапта қасақаналықпен жасалған қылмыстардың ережесі көрсетіледі, ал 21-ші бапта абайсыздықпен жасалған қылмыстардың ережесі көрсетіледі. Біз енді бұл өзі қылмыстың субъективтік жағына келесі сабақта толығымен тоқтап кететін боламыз. Бүгінше енді осы қылмыстың объекті, объективтік жағы және субъект тақырыптары. Үйге тапсырма осы жағында
Кылмыстык хукук жалпы бөлүмдөгү окулук боюнча кылмыстын жаңы объектisi деген тақырыпты окуп, шолу жасап чыгыңыздар. Және де кылмыстык кодекс боюнча экинчи тапсырма. Кылмыстык кодексте экинчи бапта кылмыстын объектилери көрсөтүлөт. Демек, жаңы объектилер көрсөтүлөт. Кылмыстык кодекстин міндеттері боюнча азаматтардын өмүрлөрү, укуктары, менчиги, азаматтардын конституциялык курулуш, коомдук коопсуздук, мынеки осы аталган угумдардын барлыгы кылмыстын объектисин көрсөтөт. Үшүнчү жаңы мынеки үйгө тапсырма, кылмыс тапсырмалар жинагы боюнча үйгө тапсырма мынеки жаңы 20 кылмыстын курамы деген жерде 27-ші тапсырма бар. 27-ші тапсырма. 27-ші тапсырманы үйдө карап, талдап келүү керек. Үйдө карап, талдап. Бул жерде жаңы көрсөт bir misal келтирилип отур, және де сұрақ коюлуптур жаңындай. Бұл енді субъекттин аракети кыскача гана окуп чыгайын. Жүк машинасынын жүргүзүүчүсү Володин мас күйүндө машинаны жүргүзүп келе жатып, бурлоо барысында агачтан жасалган чарбакты сындырып, бала бакчанын ауласына кирип кетти. Володин кылмыштык жоопкерчиликке тартыладымы дейт. Bir адамдар айтуу мүмкүн, әрине, кейбір білім алушыларымыз, жоқ, бұл әкімшілік құқық бұзушылық болатын шығар деп. Кейбір білім алушыларымыз айтуу мүмкүн, жоқ, бұл жерде кылмыстын аракети бар сияқты деп. Осы үйгө берилген тапсырма болсын, үйде кылмыстык кодекспен талдап, жаңындай нақты жаңындай шешимди чыгарып келиңиздер деймин. Құрметті білім алушылар, биздин жаңындай осы кылмыстык кодексте мен әрбір сабагымда да айтам өзү. Баптарды окуган кезде мукуят, тиянақты, зер салып оқыңыздар. Әсіресе терминдерге өте көп назар аудару керек. Барлық түсініктемелер көбінесе кылмыстык кодексте терминдерде жатат бұл жерде. Бүгінгі сабағымыз осымен жаңы мінекей аяқтап отырмын. Тыңдағандарыңызға көп рахмет.